Бәріңе сәлем. Маған соңғы кездерде көп адам жазатын болыпты, хотя менде даже 1000 подписчик та жоқ. Каждый адамның қоятын сұрағы қалай компьютер құрастыруға болады, немесе қандай суммада ПК құрастырсам болады. Бірақ көбінің авасында или ВКсында Free Fire'ның суреттері тұрады. Компьютер не үшін құрастырып жатсың деп сұрасам да көбісі Free Fire үшін деп айтады. Ешкім Cyberpunk үшін, RDR 2 үшін, немесе Call of Duty Warzone үшін деп айтпайды. Сол кезде мен өзіме неге Free Fire Қазақстанда осынша қатты танымал деген сұрақ қойдым. Және жауабын да таптым. Сондықтан да осы видеода сендермен бөлісемін. Видеоның өзі де разговорный жанрда болайын деп жатыр. Сондықтан осындай сұрақта сені көп жыл ұйықтатпай жүрсе, видеоны до конца көр. Ал саған видео қызық болмаса көрмесең болады. Маған Бұл видео просмотр жинайды деген ой мүлдем жоқ. Чисто өзімнің ойыммен бөлсем. Болды, онда көп сөйлемей видеоға кеттік, короче. Это переход, короче. Бұл сұрақ мені тек адамдар жазғаннан ғана қызықтырды деп айта алмаймын. Қызықтырған тағы бір себеп бар. Мысалы, ойын деген танымал болса, тек қана аз уақыт қана танымал болатынын бәріміз білеміз. Баяғыда Clash of Clans'ты алатын болсақ, бір жылдай осы ойынды барлығымыз ойнадық. Сосын ол ойын танымалдықтан кетті. Clash Royale'да да сондай ситуация. PUBG'да да сондай болды. Бұған себеп телефондағы көп ойынның шығуы. Ал Free Fire оған қарамастан танымалдықтан вообще кетпейді. Ойламаңдар мені ойынды көре алмайды деп. Егер ойынға мнениемді процентпен өлшейтін болсақ, 10% хейтермін, 90% көп назар аудармаймын, яғни 90% ол ойынға маған вообще 0% фанатпын. Бұл ойын Қазақстанда неге бұлай танымал екеніне менің өзімнің тапқан факттарым бойынша 4 себеп бар. Бірінші себеп, көп оқушыда ПК-ға ақша жоқ, сондықтан осы ойында амалсыздан ойнайды, себебі оларда тек қана телефон. Көбіміз білетіндей компьютердағы ойындарда көбінесе мүмкіндік көп болғандықтан бәріміз компьютерді алғымыз келеді. Ал телефондағы ойындарда көбінесе мүмкіндік аз. Соның ішінде Free Fire, PUBG сияқты ойындар мүмкіндіктері жететін ойындар. Сондықтан осы ойын қатты танымал болған. Мысалы, баяғыда PUBG, Free Fire сияқты ойындар болмаған кезде телефонда шутерлер болған, бірақ ол кезде персонажда орыннан қозғалу, көздеу, тағы да сондай сияқты мүмкіндіктер болған жоқ. Ол кезде адамдар телефоннан көп ойын ойнамайтын. Қатты танымал болған ПК, одан кейін PlayStation. Ал қазіргі кезде Қазақстанда көбінесе телефондағы ойындар қатты танымал. Оған ең басты себеп телефонда онлайн ойындардың шығуы. Өйткені 2014-2015 жылдары телефонда онлайн ойындар қатты танымал болған жоқ. Кейбір адамдар ол кезде телефон арқылы болашақта ойын ойнауға болатынын білген де жоқ. Ал қазіргі кезде телефон ойын индустриясы танымалдықтан консоль мен компьютер ойындармен бірдей. Қалай ойлайсыңдар, ең көп сатылатын консоль ма, компьютер ма, телефон ба? Конечно, телефон, себебі ең арзаны телефон. Статистика бойынша да менің каналыма тіркелгендердің көбісі телефонмен тіркелген. Және телефонға тағы дополнительный девайстар да онша маңызды емес. Ал девайстарды бәріміз білетіндей тағы да ақшаға сатылады. Бағана айтқандай, студенттерде оқушыларда новый компьютерге ақша болмағандықтан өздерін қалай да қызықтыру үшін телефонмен ойындарды ойнайды. Ал бұл ойынның статистикасын көтереді, осылай ойында танымалдық пайда болады. Бірақ бұның жаман жақтары да бар. Конечно, разраптарға емес, обычный игроктарға. Ойын қатты танымал болғандықтан игроктардың арасында жарыс басталады, типа фу, сенде скин говно, менде скин деген сияқты. Бірақ ол игрок ондай достижениеге жету үшін ұзақ ойнау керек. Бірақ осы уақытта оның конкуренті дейін, мысалы, осы уақытта дами береді. Сол кезде бірінші игрокта бір амал болады. Яғни ойынға кішкене ақша саласың, сосын саған ойында кішкене кристалл береді. Сосын сен екінші игрокта бар типа охуенный скинді аласың. Сосын тағы ақша болса, тағы донат салып разраптарды байыта бересің. Осылай жалғаса береді. Кейінірек бірақ ойын бал болғанда ойынды тастап кетесің, бірақ ақша қайтпайды. Охуенный, сол донатты жинап, мысалы ПК-ға или басқа өзіңе керек затты алуға болады. Но нет, Free Fire'щиктар, барлығы емес, көпке топырақ шашпайын, Free Fire'щиктардың 50% тупойлары обязательно донат салып разраптарды байыту керек. Менің каналымның жартысы Free Fire'щик болғандықтан қазір обязательно комментарийда хейтерлер шығады. Хотя мен кейбір тупой Free Fire'щиктар туралы шындықты айтқаным үшін. Менің айтып отырған адамдарымның ішіне мына адамдар кіреді. Біріншіден, Free Fire'ға көп донат жасайтындар. Екіншіден, адамды какой-то бір аккаунт үшін алдап, аккаунтын тартып алатын кидоктар. Үшіншіден, неадекватный быдлолар. Қалған обычный Free Fire ойнайтын адамдарға бұндай заттар қатысы жоқ. Бірінші себеп, Free Fire'ды неге көп адам ойнайтынын түсіндік. Яғни оқушылар мен студенттерде ПК-ға ақша жоқ болғандықтан телефондағы ойындарды ойнайды. Осыдан Free Fire қатты танымал болып кеткен. Екінші себеп, ойындағы басындағы қатты оптимизация. Осыдан 3 жыл бұрын 2018 жылы компьютерный PUBG қатты танымал болғанын көп адам біледі. Бұндай жанр осыдан бұрын болған жоқ. Бұл жанрды PUBG бастады және де басқалары оны қайталады. Но енді өздерінің изюминкаларын қосып істегені болмаса. Бұл жанрдың аты Battle Royale болды, бірақ әр ойында әртүрлі аталды. Бірақ бағана бірінші себепте айтқанымдай көбісінде компьютер болған жоқ. Ал бәрінің ойнағысы келеді. Сосын телефонда Android'та және iOS'та Free Fire деген ойын шығады. Басында бұл ойынды бәрі PUBG-тің аналогы сияқты көрді. Ол кезде Free Fire бір
бір бөлек ойын деп саналған жоқ, пока PUBG Mobile шықпайынша. PUBG-та ойынның көбіміз білетіндей бір минусы бар, яғни ойынның оптимизациясы. Ол оптимизация қазірде түзелген жоқ. Сосын телефонға PUBG Mobile-дың версиясы шыққанда түзеледі деп ойладық, бірақ ол кезде де түзелген жоқ. Осы кезде көп ойындар PUBG-дан озамын деп осы минусты түзеуге тырысты. Бірақ бұндай үлкен карталық ойында оптимизация жасау қиынның қиыны. Ал Free Fire не істеді? Ол кішкентай карта жасады біріншіден, екіншіден текстураларды мыльный қылып істеді, яғни бұл оптимизацияға көмектесе алады. Осының арқасында ойын телефонның көп памятін алмады. Ал 2018-2019 жылдары телефондарда көбінесе максимум 16-32 гигабайтқа дейін барды. Ито көбісінде 8 гигабайт болды. Және ол кезде PUBG Play Marketте 1,5 гигабайт болатын. Ал Free Fire 400 мегабайт. Енді 1,5 гигабайттық ойынды 8 гигабайттық телефонға жазып көріңдерші. 8 гигабайттық телефонға 1,5 гигабайттық ойын жазылу керек. Өйткені ода 8 гигабайт қой. Бірақ көбіміз білетіндей телефондарда системный файлдар деген болады. Оның өзі 4 гигабайт алады. Сонда бізге 5 гигабайт беріледі. Оның 2-3 гигабайтын телефондағы фотолар мен видеолар алады. Қалған памятке біз өзімізге керекті социальный сеттер мен памяті аз ойындарды ғана жаза аламыз. Ал PUBG Mobile-ды вообще жаза алмаймыз. Өйткені бұл ойын сол кезде өзімізге керекті памяттің 70%-ін алған болатын. Және ойынға кірген кезде бізді 3 причина күтіп тұрады. Бірінші, низкий FPS, екінші, телефонның высокий градуста қызуы, үшінші, ойындағы фриздар мен лагтар. Осыдан кейін PUBG-ды тек қана iPhone-ы барлар мен қымбат телефонды ұстайтындар ғана ойнайтын болған. Ал Free Fire-дың оптимизациясы PUBG Mobile-дан жақсы болғандықтан, оны көбісі ойнауға мүмкіндігі болды. Қазір бірақ ойынның оптимизациясы мен объемы бұрынғыдай емес. Бірақ стереотип бойынша, қазірде PUBG Mobile тек қана мықты телефондарға арналған. Ал Free Fire-ды любой старый телефонда ойнауға болады. Бірақ қазір PUBG Mobile мен Free Fire-ның объемын қарайтын болсақ, Free Fire-да 700 мегабайт, ал PUBG-да 600 мегабайт. Екеуінде почти разница жоқ, даже PUBG-тың объемы азырақ. Бірақ қазіргі кезде барлығының телефонда минимум 32 гигабайт. Сондықтан екі ойынды да смело ойнай беруге болады. Бірақ Free Fire PUBG Mobile-дан сонда да қаттырақ танымал. Ол неге деп сұрайтын болсаңдар, мен айтайын. Адамдар негізінде ойынның бастапқы статистикасына қарайды. Қазіргі статистика емес, бастапқы статистикасына. Ал Free Fire-ның бастапқы статистикасы PUBG-тан жоғары болды. Және сол кезден бері ойнап келе жатқан адамдар да Free Fire-ды әлі де жалғастырып ойнап жатыр. Даже қазір Free Fire-ның оптимизациясы PUBG Mobile-дікімен бірдей болса да. Бірақ бәріміз білетіндей стереотип бәрін шеше алады. Адамдардың ойынша, баяғыда Free Fire оптимизированный болды ма, қазір де оптимизированный. Яғни екінші себеп Free Fire-дың бастапқы оптимизациясы. Осының арқасында да Free Fire әлі танымал. Үшінші себеп Free Fire танымал адамдардан реклама алды. Қазір Garena компаниясының ақшасы көп болғандықтан, любой компанияға, любой футболистке, любой адамға, любой спортсменге, любой киберспортсменге, даже президентке де реклама жасата алады. Ақшасы көп, реклама алады, ары қарай да ақшалары көбейе береді. Free Fire рекламаны просмотр мен фанаттары стабильно көтеріліп тұратын адамдардан алды. Соның ішінде Влад А4, Моргенштерн, Роналду. Осы мен айтқан үш адамның өзі аудиториясын стабильно дамытады. Мысалы, Влад А4-ді алатын болсақ, ол каналына стабильно видеолар салып тұрады. Яғни 2 күн өтеді, видео шығады, 3 күн өтеді, видео шығады. Қаншалықты хейтер көп болса да, ода просмотр өте көп жиналады. Ал Влад А4-ді өздерің білетіндей 5-6 жастағы балалар көреді. Сосын Free Fire өздеріне плюс аудитория жинайды. Келесі Моргенштернді айтатын болсақ, Моргенштерннің клиптары өздерің білетіндей 40-50 миллион просмотр жинайды. Даже кейде 100 миллионға кетеді. Осының ішінде хотя бы бір болсын Free Fire'шік бар шығар. Келесі Роналдуды айтатын болсақ, біріншіден Инстаграмы әлемдегі танымалдықтан екінші орында. Бірінші орында Инстаграмның өзінің аккаунты, екінші орында Криштиану Роналдудың аккаунты. Және де екіншіден каждый постты бір күннің ішінде 3 миллион просмотр жинайды. Яғни Garena Криштиану Роналдудан реклама алатын болса, примерно бір күннің ішінде 300 мың 400 мыңдай Free Fire'шіктер дайын тұрады деген сөз. Яғни бұл Free Fire'дың Қазақстанда танымал болуының үшінші себебі. Келесі ең соңғы себепті айтайын. Ол қазақ ютуберлері. Негізі шынымды айтсам, Free Fire'ды түсіретін қазақ ютуберлері уже Қазіргі 21 ғасырда балаларды ата-анадан кейін тәрбиелейтін ол социальный сеттер. Оның ішінде көбісі YouTube. Көп 5-6 жастағы балалар или щеголдар любой информацияны өздеріне губка сияқты сіңіріп алады. Мысалы, бір дұрыс емес зат көрсететін болсаң, олар соны қайталайды. Және YouTube'да детский аудитория түсіретін болсаң, просмотр жинау өте оңай. Даже оларға лайк бас, подписаться ет десең де подписаться ете салады. Бірақ осы видеодан кейін бәрі детский канал ашып кетпесін. Оның минустары да бар. Кейбіреу сұрауы мүмкін, қандай минус болуы мүмкін, сен просмотры тез
тез жинайсың, лайк тез жинайсың, каналға көп адам тіркеледі, ақша көп табасың деп сұрау мүмкін. Қазір түсіндірем. Мысалы сен ютубтан детский контент ашты дейік, ал сен детский контент ашқаннан кейін сенде көп ответственность болады. Сен видеода боқтамау керексің біріншіден, екіншіден видеоға нецензурный заттар салмау керексің. Әйтпесе 5 жастағы балаға минус психология. Және ютубта видеоны саларда екі раздел бар. Бірінші для детей, екінші не для детей деген. Осының екеуін дұрыс таңдау керексің. Егер для детей деп басып просмотр жинау үшін не для детей заттарды салатын болсаң, сен ютубқа штраф төлейсің. Мен мысалы өз видеома не для детей деп қоямын. Менің ойымша каналымдағы аудитория 11 жастан басталады. Комментарияда қанша жаста екеніңді жазып кет. Мен сендерге ютуб туралы түсіндіремін деп Free Fire'ның темасынан ауысып кеттім. Біз көбіміз білетіндей Қазақстанда балалар қазақша сөйлеп туылады. Бірақ енді көбісі ютубтан орысша контент көріп орысшаға үйреніп кетеді. Ал бірақ кейбіреу бар, мысалы орысша түсінбейтін. Солар қазақ ютуберлерін көреді. Бірақ қазақ ютуберлерін көретін болса, ютубты ашып қалса не шығады? Иә, Free Fire. Штаны ангела түсірдім, лутбокс аштым, АВМ алдым, донат салдым да 1000 алмаз алдым. Осыны көрген 5-6 жастағы балалар телефонға Play Market'тен Free Fire'ды жазуға кетеді. Басқаша айтқанда Free Fire'дың статистикасын көтеруге кетеді. Сөйтіп Free Fire'да Қазақстаннан көп адам ойнайды. Пока что Free Fire танымалдықтан кетпейінше қазақ ютуберлер осылай түсіруді тоқтатпайды. Өйткені бұл YouTube каналдың статистикасын көтереді. Бірақ оларға қызыққан көп адамдар Free Fire түсіре бастайды. Осылай Free Fire'ды дамыта береді. Бірақ менің ойымша Free Fire'да болашақта басқа ойындар сияқты өзінің танымалдығынан кетеді де оның орнына басқа ойын келеді. Уақыт өзгереді, уақыт өзгерген сайын бәрі өзгереді. Видео ұнаса лайк басып, комментария жазып, каналға тіркеліп, осы видеоны достарыңа таратуды ұмытпаңдар. Және соңғы рет айтайын, видео просмотр жинау үшін шығарылған жоқ. Бұл менің чисто өзімнің мнением. Осымен видео аяқталды. Давайте, короче.